Саламатсыздар, құрметті студенттер. Бүгін біз құбыр көлігіне қызмет көрсету пәнінен дәрістік жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы құбыр жолдардың жіктелуі. Дәріскер көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Солиев Бахтияр Даниярович. Сабағымыздың мақсаты құбырлардың жіктелуімен танысу, құбырлардың құрамдас бөліктерімен танысу және құбырларды дайындау материалдарымен танысу болып табылады. Сондай-ақ қатты отынды және құбырдың көлденең қималарындағы қысым айырмашылықтардың әсерінен ерітінді түрінде басқа да қатты заттарды тасымалдауға арналған инженерлік құрылыс. Төсеу немесе ауысу түріне байланысты құбыр жолдар келесі түрлерге бөлінеді. Жер беттегі, жер үсті, аркалы, аспалы, арқалық, жер асты, су асты және қалқымалы. Жер беттегі құбыр жол, ол жер асты суларының, батпақтардың және тағы басқа деңгейі жоғары учаскелерде төселетін газ тәрізді, сұйық немесе қатты өнімдерді тасымалдауға арналған құрылыстар кешені. Жер үсті құбыр жол тереңдетілмеген болуы мүмкін. Құбырдың өсінен топырақ бетіне дейінгі қашықтық кемінде 0,2 дн болу керек. Мұндағы дн құбырдың сыртқы диаметрі. Немесе жартылай тереңдетілген құбырдың жоғары құраушысынан топырақ бетіне дейінгі қашықтық кемінде 0,6 дн болу керек. Жер беттегі құбыр жол. Жер үстіндегі құбыр жол газ тәрізді, сұйық немесе қатты өнімдерді тасымалдауға арналған жеке тіректерде немесе эстакадаларда топырақтың кемінде 25 см қашықтықта салынатын құрылыстар кешені. Мұндай төсеу әдісінің кесілген рельеф бар аумақты кесіп өтетін трассаларды, өзендер мен көлдердің, су ағындарының және тағы да басқа көп мөлшерде көшкін тау қазбалары мен көп жылдық мұздалған топырақтың шығу аудандарында және басқа да қиын жағдайларында қолданған дұрыс. Жер үстіндегі құбыр жолды пайдалану осы суретте көрсетілген. Яғни атап өткеніміздей, қиын жолдар төңірегінде жер үстіндегі құбыр жолдар пайдаланады. Сонымен қатар су қималарын өту кезінде. Аркалы аспалы құбыр жол, ол арка түрінде орындалатын жер үсті өткелдерінің бір түрі. Түрлі кедергілер арқылы салынады. Көріп тұрғандарыңыздай, аркалы және аспалы құбыр жолдарды әртүрлі кедергілерді өту кезінде қолданылады. Мысалы, терең шұңқырлар және терең шұңқырлар ішіндегі су жерлері арқылы. Көбінесе арка құбыр жолдары қажет болған жағдайда көлік магистральдарының, тас және темір жолдар, кеме қатынасы каналдары және тағы басқа қиылысатын жерінде ұшудың берілген өлшемдерін қамтамасыз етеді. Арка құбыр жолдары аралық тіректерді орнату конструкциясының құнын едәуір арттырған жағдайда да салынады. Мысалы, шатқалдар, терең жылала және тағы басқа қиылысқан кезде. Арка құбыр жолдарының тіректері тік және көлденең реакциялардың әсерін қабылдайды. Жүктемемен конструкция негізінен қысуға жұмыс істейді. Бұл аралықтың ұзындығын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Конструкция бойынша арка құбыр жолдары келесідей ажыратылады. Қосалқы конструкцияларсыз, яғни қаттылығы ұлғайған, не тіреулермен тростық тартқыштардың көмегімен не екі және одан да көп байланысқан құбырларды біріктіру есебінен. Көлденең қаттылықты артыратын қосалқы конструкциялармен, арка көпірінде құбырларды төсеумен. Құбырлардың арқалық өлкелдері су және басқа да кедергілердің қиылысында батпақты, суланған, көп жылдық қатып қалған топырақтарда құбырларды төсеу кезінде
тіректерде салынады. Құбырлардың арқалық өткелдері екі құрылымдық схема бойынша жүзеге асырылады: өтемақысыз және бойлық деформациялардың орнын толтырумен. Жер асты құбыржол тікелей траншеяларда, жыраларда, үйінділерде, штольняларда, туннельдер мен дюкерлердегі тіректерде топыраққа төселеді. Жер асты төсем құбырды механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етеді. Оны пайдаланудың неғұрлым қолайлы температуралық режимін жасайды. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымнан толық алуды талап етпейді. Құбырдың диаметріне, табиғи климаттық жағдайларға, тасымалданатын өнімнің түріне және пайдалану жағдайларына байланысты құбырлардың жоғарғы жағына минималды тереңдігі 0,6–1,5 метрді құрайды. Жер асты құбырлардың негізгі артықшылығы болып, яғни тікелей траншеяларға немесе жыраларға оны орнату немесе төсеу. Жер асты құбыржолдарды пайдалану кезінде оның негізгі артықшылықтарының бірі болып, сыртқы ортадан қорғау және де сыртқы ортаның әсерінен қорғау. Сонымен қатар, сыртқы ортаның әсерінен қорғау салдарынан белгілі бір температуралық режимінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Сонымен қатар, ондай құбыржолды салу кезінде ауыл шаруашылық жерлері алынбайды, айналымнан алынбайды. Яғни, оны айналымнан алу үшін бөлек ақша берілмейді. Сонымен қатар, жерді қайтадан құнарландыруға операциялар орындалмайды. Суретте жер асты құбыржолды салудың технологиясы көрсетілген. Бірақ та жер асты құбыржолдарды салу кезінде оны топырақтың агрессивті әсерінен қорғау қажет. Оны біз келесі дәріс аясында танысатын боламыз. Мұнай мен газды айдауға арналған жер асты құбырларды едәуір ұзындықпен сипатталады. Ол көптеген 1000 километрге дейін жетеді. Және диаметрлері үлкен болады. Қысымы 7,5 мегапаскальден көп жұмыс істейді. Су асты құбыржол су қоймаларының өзендердің түбіне немесе түбінде қазылған траншеяларға салынады. Суретте су астындағы құбыржолдағы салынысумен орындалады. Су асты құбыржолдарды салу кезінде міндетті түрде оны судың агрессивтілігінен қорғау қажет. Яғни, сол жақ суретінде көрсетілгендей, қарап тұрғандарыңыздай, су астында бұндай конструкцияларды салу кезінде су ағынының агрессивтілігін болдырмас үшін құбыржолды міндетті түрде бекіту керек. Егер де құбыржолды бекітпесе, онда оның суының ағынның әсерінен жылжып кетуі және орналастыруы болуы мүмкін, ал ол құбыржолдың зақымдануына тікелей әсер тигізеді. Су асты құбырлары күрделі пайдалану жағдайларында болады. Тасымалданатын өнімнің жұмыс қысымынан басқа, олар судың сыртқы гидростатикалық қысымымен жүктеледі. Кейбір жағдайларда толқындар мен ағымдар су астындағы құбырларға әсер етеді. Су асты құбырын төсеу тереңдігі су бетіне қатысты 500 және одан да көп метрге дейін жетеді. Құбырлардың диаметрі әдетінше 1420 мм-ге дейін болады. Мұндай құбырлардағы жұмыс қысымы 1-ден 10 мегапаскальға дейін асады. Су асты газ құбырлары мен мұнай құбырларына арналған құбырлар негізінен төмен легірленген болаттан жасалады. Қалқымалы құбыржол батпақтардың, сондай-ақ көлдердің, өзендердің және басқа да су қоймаларының бетіне қалқыма бекіткіштермен, көбінесе пластмассадан жасалған қалқыма бекіткіштермен салынады.
Көріп тұрғандарыңыздай, қалқымалы құбыр жол пластиктен, ПВХ-дан жасалған құбырдан және сол құбырға бекітілген қалқыма бекіткіштермен орындалады. Ол көбінесе көлдердің және өзендердің бойымен салынады. Оны салудың негіздемесі, егерде өзеннің ұзындығы немесе батпақтың ұзындығы үлкен болмаса, онда су асты емес, ал қалқымалы түрде салуға мүмкіншілік береді. Құбыр жолдарды салу әдістерімен танысайық.
То есть осы бейнебаян негізінде біз құбыр жолдардың төселетін әр түрлерімен таныстық, яғни жер беттегі, жер үстіндегі, жер асты және қалқымалы. Сонымен қатар, егерде бейнебаянда көрсетілгендей, егерде қалқымалы құбыр жолдардың бөлшектерін алып тастақ поплавоктарын алып тастайтын болсақ, онда ол су үстіне төселетін болады. Қалқымалы пульпа өткізгіш құбыр жол секциялардан тұрады. Олардың әрқайсысы оған бекітілген қалталары бар резеңке мата құбыры болып табылады. Тасымалданатын ортаға байланысты құбырлар келесідей бөлінеді: су құбыр жолы, кәріз, жылу құбыр жолы, газ құбыр жолы, мұнай құбыр жолы, өнім тасымалдайтын құбыр жолы, ауа құбыр жолы, пневматикалық пошта. Су құбыр жолы ол су пайдаланушыға қалалық және заводтық үй-жайлар негізінен жер асты құбырлары немесе арналар арқылы су ішуге және техникалық мақсаттарға бір жерден екіншісіне су жүргізуге арналған тұтынушыларды үздіксіз сумен жабдықтау жүйесі. Сүзгі жүйесіндегі механикалық қоспалардан жиі тазартылған соңғы пунктте су көтеру мұнаралары деп аталатын биіктікке жиналады. Ол жерден қалалық су құбырлары бойынша таратылады. Көріп тұрғандарыңыздай суретте қалалық су құбыр жолының жұмысы көрсетілген. Жылу құбыр жолы ол ыстық су мен будың жылу орталығынан тұтынушыларға берілуін қамтамасыз ететін техникалық құрылғылар жүйесі. Газ құбыр жолы газ және оның өнімдерін, негізінен табиғи газды, құбыр арқылы тасымалдауға арналған инженерлік құрылыс. Газ құбырлары мен газ желілері арқылы газ белгілі бір артық қысыммен беріледі. Мұнай құбыр жолы мұнайды тұтынушыға тасымалдауға арналған құбыр көлігінің инженерлік техникалық құрылысы. Магистралдық және коммерциялық мұнай құбырларын ажыратады. Өнім тасымалдайтын құбыр жолы көбінесе мұнай синтезі өнімдерін беру үшін қолданылады. Дегенмен, оны басқа синтезделген өнімдер үшін де қолдануға болады. Кейбір жағдайларда бұл кез келген осындай жолмен тасымалдауға жарамды объектілерді жеткізу кезінде қолданылатын жүйе. Ауа құбыр жолы бұл ауаны тарату және одан ауаны шығару үшін бөлмеде орналасқан металл құбырлар жүйесі. Ауа желдеткіштердің көмегімен табиғи және жасанды түрде берілуі мен созылуы мүмкін. Пневматикалық пошта бұл көлік түрі. Сығылған немесе керісінше сирек ауаның әсерінен жүктерді жылжыту жүйесі. Жабық пассивті капсулалар құбырлар жүйесі бойынша қозғалады. Ішінде ауыр емес жүктерді, құжаттарды тасымалдайды. Суретте құбыр поштасының жұмыс істеуі көрсетілген. Яғни көбінесе құбыр поштасы өндірістің ішінде қолданылады. Егерде өндірістің қандай да бір бөлімдерін немесе қандай да бір аумақтар мен территорияларын бір-бірінің арасындағы құжаттармен, басқа да қандай да бір заттарды тасымалдаумен қажеттілігі туындаса, онда ол өндірістің ішінде пневматикалық поштаны қолдануға болады. Яғни пневматикалық поштаға енгізілген жүк құбыр жол арқылы керекті жерге дейін жүргізіледі. Ол сығылған ауаның күшімен немесе ауаны сиретілуімен жүзеге асырылады. Мақсатына қарай құбыр жолдар, магистральды құбыр жолдар диаметрі 1420 мм-ге дейін құбыр жолдар және олардан бұрмалар, ғимараттар, құрылыстар, оның желілік бөлігі, оның ішінде автомобиль, темір жол
және су көліктерлеріне сұйық немесе газ тәрізді көмірсутектерді тасымалдауды, сақтауды және ауыстырып тиеуді қамтамасыз ету үшін сұйық немесе газ тәрізді көмірсутектерді өлшеу үшін пайдаланатын объектілерді қамтитын бірыңғай өндірістік технологиялық кешен. Магистральдық құбырлардың құрамына мыналар кіреді. Тармақтары мен лупингтері бар құбыр жол, негізгі құбырға параллель салынатын учаскелер, соңғысының өткізу қабілетін арттыру үшін қосылады. Бекіту арматурасы, табиғи және жасанды кедергілер арқылы өтетін жолдар, мұнай айдау станцияларын, компрессорлық станцияларды, газ шығынын өлшеу тораптарын, газды азайту пункттерін, тазарту құрылғыларын іске қосу және қабылдау тораптарын, конденсат жинағыштармен сондай-ақ метанолды енгізуге арналған құрылғылармен жабдықталады. Құбыржалдарды коррозияға қарсы электрохимиялық қорғау қондырғылары, технологиялық байланыс желілері мен құрылыстары, құбыржолдарды телемеханика құралдары, электр беру желілері, оның ішінде құбыржолдарды электрохимиялық қорғау қондырғыларын және бекіту арматурасын басқаруға арналған. Өртке қарсы құралдар, конденсатты сақтауға және газсыздандыруға арналған сыйымдылықтар. Мұнайды, мұнай өнімдерін, сұйытылған көмірсутектерді және конденсатты авариялық шығаруға арналған қоймалар. Құбыржолдарды пайдалану қызметінің ғимараттары мен құрылыстары. Жолдар мен тікұшақ алаңдары. Құбырлардың орналасқан жерін тану белгілері. Бас және аралық айдау және құю сорғы станциялары. Компрессорлық станциялар, газ тарату станциялары, резервуарлық парктер. Газды жерасты сақтау станциялары. Мұнай және мұнай өнімдерін жылыту пункттері. Ескерту белгілері мен көрсеткіштері жатады. Арнайы мақсаттағы құбыржолдар құбырларды жылу желілерін, электр кабельдерін және тағы басқа олардың ішінен төсеуге арналған дюкерлер мен туннельдер. Бұған әртүрлі өзін-өзі ұстайтын және қоршайтын функциялар мен басқа да арнайы құбырлар жатады. Дюкер – бұл жасанды немесе табиғи кедергілермен қиылысатын мұнай құбырының учаскесі. Өзен немесе канал арнасының астында, терең шатқалдың түбінде, автомобиль немесе темір жол астында төселеді. Бұл жағдайда әдетте дюкер бірнеше құбырдан тұрады. Олар алдын ала жіпке, қамшы сияқты етіп дәнекерленген. Содан кейін айдалған траншеяға немесе қорапқа сүйреп апару арқылы салынады. Суретте сіздер табиғи кедергі ретінде болатын канал арқылы өткізу дюкері көрсетілген. Құбыржолдардың құрамдас бөліктеріне мыналар кіреді. Крандар. Айналу денесінің немесе оның бөлігінің пішіні бар құлыптау немесе реттеу элементі жұмыс ортасының ағынына қатысты өздігінен орналасқан өз осінің айналасында айналатын құбыр арматурасының түрі. Құбыржол арматурасы құбырларда, агрегаттарда, ыдыстарда орнатылатын және жұмыс ортасының сұйық газ тәрізді, газ сұйық, ұнтақ тәрізді, суспензия және тағы басқа ағындарымен жұмыс ортасын өзгерту жолымен басқаруға арналған құрылғы. Құбыржол арматурасының түрлері келесі суретте көрсетілген. Құбыржол арматурасына әртүрлі задвижкалар, реттелетін задвижкалар, крандар, болаттан жасалатын, шойыннан жасалатын, латуннен жасалатын әртүрлі клапандар, вентилдер және вибра ставкалар қолданылады. Компрессорлық станция сығылған газдарды алуға арналған стационарлық немесе жылжымалы, басқа атауы жылжымалы немесе өздігінен жүретін қондырғы. Алынған сығылған газды немесе ауаны энергия тасымалдаушы.
шикізат ретінде пайдалануға болады. Газ тарату станциясы. Магистралды газ құбырынан газ қысымын оны қауіпсіз тұтыну шарттары бойынша қажетті деңгейге дейін төмендету үшін қызмет етеді. Құбыржолдардың іліспе бөліктеріне мыналар кіреді. Құбыржол тірегі, фланецтер, бұрмалар, бітеуіштер, клапандар, диск қақпақтары және тағы да басқа. Құбыржолдың тірегі құбырды тірек конструкциясымен жанасу орнындағы зақымданудан қорғайтын және де құбырды жобалау жағдайында ұстап тұру үшін қызмет ететін құрылымдық элемент. Тіректер құбыржолға әсер ететін жүктемелерді қабылдау және оларды құрылыс құрылымдарына беру үшін қолданылады. Кейбір жағдайларда тіректер дәлірді жою және құбыржолдағы күштер мен кернеулерді реттеу үшін қолданылады. Фланец. Ол құбырларды, құбыржол арматурасын, құбырларды бір-біріне машиналарға, аппараттарға және сыйымдылықтарға жалғау үшін біліктерді және басқа да айналмалы бөлшектерді қосу үшін берік және герметикалық жалғау үшін қызмет ететін болттар мен шпилькаларға арналған тесіктері бар төртбұрышты, дөңгелек немесе өзге де нысанадағы жазық бөлшек. Суретте фланецтің жалпы түрі көрсетілген. Бұрма. Бұрма бұл құбыржолдағы сұйықтықтың ағынын бағытын өзгертуге арналған бұйым фитинг. Бұрманың көмегімен тасымалданатын сұйықтықтың айдау бұрышын өзгерту арқылы керекті жерге оны бұрып тасымалдауға мүмкіншілік береді. Бітеуіш құбыржолдардағы соңғы тесіктерді жабуға және сыйымдылықтарды дайындауға арналған фитингтің түрі. Бітеуіштерді жасауға арналған материал көміртекті және төмен легірленген болат бола алады. Негізінен шаптау әдісімен өндіріледі. Көріп тұрғандарыңыздай суреттің сол жағындағы құрылғыда кәдімгі қарапайым үйдегі қолданылатын құбырлардың бітеуіші болып табылады. Яғни, егер де қандай да бір қажеттілік туындаса, ол бітеуішті орнату арқылы біз құбыр жолдың тесіктерін жаба аламыз және сол жерден судың ақпауын болдырамыз. Оң жағындағы ол үлкен құбыр жолдар үшін арналатын бітеуіш. Оның құрылымында, конструкциясында болттар үшін немесе шпилькалар үшін арналған технологиялық тесіктері бар. Яғни, ол үлкен құбыр жолдардың, диаметрі үлкен құбыр жолдардың ашық, бастапқы және соңғы тесіктерін жабуға арналған. Клапан. Ол құбыржолдағы ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған құрылғы. Диск жапқышы. Құлыптау немесе реттеу элементі жұмыс ортасы ағынның бағытына перпендикуляр немесе бұрышта орналасқан осьтің айналасында айналатын диск түрінде болатын құбыржол арматурасының түрі. Дискілі жапқыш суретте көргендеріңіздей, яғни ол өз өсі бойынша айналатын диск тәрізді жапқыштардың бір түрі. Бұндай аппаратураны қолдану құбыржол құрылысында өте қажетті нәрсе. Яғни, бұл бөлшектің айналуы нәтижесінде құбыржолдың ішіндегі ағатын сұйықтықтың немесе газдың қозғалуы толықтай тоқтатылады. Бұндай конструкцияны қолдану нәтижесінде біз құбыржолдың ағып тұратын сұйықтықтың бағытын толығымен жауып қоямыз.
Ондай құрылғылардың тағы бір артықшылығы болып, оны автоматтандыру мүмкіндігі. Яғни, егерде клапанның басына пневматикалық әдіспен немесе гидравликалық әдіспен немесе электрлік әдіспен жұмыс істейтін машинаны орнатсақ, онда клапанның жабылуын толық автоматтандыруға мүмкіншілік туады. Төселетін құбырлардың материалдары келесі болуы мүмкін: металл, болат, шойын, пластмасса, винипласт, полиэтилен, поливинил хлорид, шинопластик, фаолит, асбоцемент, керамика, шыны, темір, бетон. Бүгінгі тақырып аясында біз құбыржолдардың жүктелуімен, құбыржолдардың құрамдас бөліктерімен және оның дайындау материалдарымен таныстық. Негізгі төсеу әдісі бойынша ол жер беттегі, жер үсті, аркалы, аспалы, арқалық, жер асты, су асты және қалқымалы бөліп бөлінеді. Төсеу түрі бойынша әрбір түрімен жеке таныстық. Сонымен қатар, құбыржолдың құрамына кіретін тасымалданатын дененің ортасына байланысты оның жүктелуімен таныстық. Яғни, ол су құбыржолы болуы мүмкін, кәріз, жылу құбыржолы, газ құбыржолы, мұнай құбыржолы, өнім тасымалдайтын құбыржол және ауа құбыржолы. Сонымен қатар пневматикалық почта. Мақсатына қарай құбыржолдардың магистралдық түрімен таныстық, яғни оның құрамына кіретін бөлшектерімен, ғимараттарымен және де құрылғылармен танысып болдық. Сонымен қатар, құбыржолдың құрылысында қолданылатын арматураның түрімен. Сонымен қатар, қолданылатын әртүрлі арматураның құрылғысымен, фланец сияқты, бұрма, бітеуіш және клапандар. Сонымен қатар, дискілі жапқыштар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырып бойынша келесідей студенттік өзіндік жұмысына арналған сұрақтарды қарастыру қажет. Магистральдық құбырларды жобалау саласындағы негізгі нормативтік құжаттар, магистральдық құбыр құрылыстарының құрамына кіретін объектілерді атаңыз және сипаттаңыз, бас және аралық сорғы станциялардың мақсаты қандай, және магистральдық құбырдың негізгі элементтері қандай. Осы сұрақтарға жауап беру үшін келесідей ұсынылатын әдебиеттер тізімін пайдалануға болады. Назар салып ең қорытындыларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.